Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тіл пәнінің 10-шы сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы и және қысқа и әріптерінің жазылуы. Балалар, біз бұл сабақта и және қысқа и әріптері бар сөздерді сауатты жазуға үйренетін боламыз. 38-ші жаттығуға назар аударайық. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып оқы. Сол әріпті неліктен қойғаныңды дәлелде дейді балалар. Балалар, бұл өлеңде көптеген сөздерде көп нүкте қойылған, яғни бір әріпті, белгісіз бір әріпті табуымыз керек екен. Олай болса, қанекей бірге табайық. Өлеңнің тақырыбы кім дейміз? Сыйлап үлкен ағаны, сәлем берген баланы кім дейміз? Әдеп деген бұл дейміз. Таудай биік талабы, жақсы оқитын баланы кім дейміз? Үлгілі екен бұл дейміз. Балалар, мінекей, біз бұл өлеңдегі көп нүктесі бар сөздерге осындай әріптерді қойдық балалар. Балалар, тапсырмада берілгендей, бұл әріптерді неліктен қойғанымызды дәлелдеуіміз керек екен. Балалар, біз сыйлап деген сөзде қысқа и әріпін қоямыз. Себебі қысқа и әріпі дауыстыдан кейін жазылады. Мұнда сыйлап деген жерде идің, қысқа идің алдында дауысты дыбыс бар екен. Сол себепті біз қысқа иді жазатын боламыз. Келесіде биік және оқитын деген сөздерде біз и дыбысын жазады екенбіз, и әріпін жазады екенбіз. Неліктен? Себебі и дыбысы дауыссыздан соң жазылады. Ережеге сәйкес балалар. Мінекей, біз неліктен қысқа и және кәдімгі и әріпін жазғанымызды осылайша дәлелдедік балалар. Енді 39-ші жаттығуға назар аударайық. Аидаға әкесі планшет сыйлады. Планшеттен кейбір сөздердің жазылуын тексерді. Сол сөздерді көшіріп жаз және олардың жазылуын есіңде сақта дейді. Балалар, планшетке қарайықшы. Аида осы сөздердің қалай дұрыс жазылатынын тексерген екен. Және де біз осы сөздердің қалай дұрыс жазылуын жақсылап есімізде сақтап, ұмытып қалмас үшін дәптерімізге де көшіріп алуымыз керек. Олай болса, балалар, планшеттегі сый, сыйлық, сыйла, сыйды, тый, тыйым деген сөздерді көшіріп жазып алайық балалар. Жазып болғанша видеоны паузаға, яғни тоқтатып қоюларыңа болады екен. Жазып болсақ балалар, ережемен танысайық. Сый, тый және бұлардан тараған сөздерде ый жазылады екен балалар. Мысалы, сый, сыйлық, тый, тыйым. Міне осы сөздерде ый болып жазылады екен балалар. Келесі 40-ші жаттығу. Өлеңдегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып көшіріп жаз дейді. Апам қонаққа шақырып, достарымды жинады. Менің туған күніме көкем көйлек сыйлады. Мінекей балалар, біз бұл жерге қажетті и және қысқа и әріптерін жаздық. Ал енді тапсырмаға назар аударайық. И және қысқа и әріптері бар сөздердің астын сызып, бір-бірімен салыстыр дейді. Міне балалар, бұл әріптері бар сөздердің астын сызып қойдық. Ал енді бір-бірімен салыстырайық. Жинады деген сөзде ережеге сәйкес и дыбысы дауыссыз дыбыстан кейін келіп тұр. Сол себепті бұл жерге біз и әріпін қоямыз. Ал көйлек, сыйлады деген сөздерге қысқа и әріпі жазылады. Себебі қысқа идің алдында екі сөзде де дауысты дыбыс тұр екен. Ал ережеге сәйкес қысқа и дауысты дыбыстан соң жазылады екен. Ендеше 41-ші жаттығуға назар аударайық. Сызба арқылы и және қысқа и дыбыстары туралы білетініңді өз сөзіңмен айт, ереже құрастыр дейді. Балалар, біз өткен сабақтарда осы и және қысқа и дыбыстарына байланысты көптеген ережелермен танысқан болатынбыз. Яғни сол ережелерді қайтадан есімізге түсіруіміз керек екен. Бұл жерде и дауысты дыбыс. Сонымен қатар и сөз басында және дауыссыздан кейін жазылады екен. Ал келесі қысқа и. Қысқа и дауыссыз дыбыс. Қысқа и дауыстыдан кейін жазылады екен балалар. Енді 42-ші жаттығуға назар аударайық. Жағдаяттан шығып көр дейді.
Бүгін Дидардың әкесінің туған күні. Сабақтан соң ол дүкенге келді. Сыйлық таңдауға біраз қиналды. Сен Дидардың орнында болсаң, әкеңе не сыйлар едің дейді. Балалар, бұл жерде Дидар әкесінің туған күніне сыйлық сыйлаудан өте қатты қиналыпты, иә? Көп ойланыпты. Балалар, олай болса, өздеріңді Дидардың орнына қойып көріңдер. Егерде сенің әкеңнің туған күні болса, әкеңе қандай сыйлық сыйлар едің? Мысалы, мен әкеме тақия сыйлар едім. Себебі менің әкем тақия кигенді ұнатады. Олай болса, сен де әкеңе не сыйлаған келетінін комментарияға жазып кет. Олай болса, балалар, келесі сабақта кездескенше.